Жедел хабарлама. Екібастұзда әкімдік ғимаратын миналаған адам ұсталды. Егер видеороликті көруді қаласаңыз, видео астындағы бар жоғы бір ғана лайк және подписация түймесін басуыңызды сұраймыз. Онда бастадық. Екібастұзда әкімдік ғимаратын миналаған адам ұсталды. Кешке Екібастұз полициясына әкімдік ғимаратына бомба салынғаны туралы хабарлама түсті. Жедел тергеу тобы ғимаратты тексерді. Жарылғыш заттар табылған жоқ. Есесіне сол хабарламаны жіберген тұрғын анықталды. Оған қатысты терроризм актісі туралы жалған хабар бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Тоқаев үкіметке қалаларды қысқы жылыту маусымына дайындау кезінде жіберілген қателіктерге мұқият талдау жүргізу міндетін жүктеді. Сондай-ақ, үкіметке Екібастұзда және басқа да елді мекендерде қалыптасқан күрделі жағдайды түбегейлі өзгерту үшін нақты шешімдер қабылдау тапсырылды. Бұдан бөлек, жекешелендірілген энергетикалық активтерге және олардың иелерінің жауапкершілігіне қатысты мәселелерді шешу қажет. Президент үкімет пен құқық қорғау органдарының барлық жұмысы өзінің жеке бақылауында екенін атап өтті. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.